8 күнде 5 матчқа қатысыппыз ғой. 5 қалада матчқа қатысқанбыз. Енді оның бәріне ақша, жол жүру бар. Шығын ғой. Иә, сосын студияны жалдаудың өзі ақша ғой негізінде. Сондықтан енді біз былай жүре бермей бір спонсор іздейміз негізі. Спонсор кім желающийлар болса, көмектесемін деп жатқан болса, мархабат, есігіміз ашық. Ұсынысқа дайынбыз. Қолдаймыз, спонсор болғымыз келеді деген ағалар, көкелер болса. Қайрат лига чемпион, ол Түркістанда, анау Таразға, одан кейін Қызылордаға, Қызылордадан қайтып Түркістанға. Мен бірақ по семейный обстоятельствам қалып қойдым ғой сендерден, бірақ жақсы барып қойсаң. Өзің неге түсіре бермедің подкаст? Енді Дінмұхамедсіз қызықсыз оқып аласың сияқты. Бастайық, болды ма? Дайынсыңдар ма? Давай, басла. Ассалаумағалейкум. Достар, біз араға 2 апта салып қайта оралдық. Бізді сағынып қалған көрермендеріміз бар екен. Әдеттегідей сол Қазақстан премьер лигасын талқылауға жиналып қалдық. Сол жағымда Мадияр, Казфут Медиа деген өзінің футбол туралы парақшасы бар, жүргізетін сайттары бар. Қызық болса тіркеліп қойсаңыздар болады. Одан кейін Болсынбек Дінмұхамед, тоже қазақ футболына қызмет етіп жүрген жігіттер. Қош келдіңдер. Қош көрдік. Енді шықтық қой, содан бастайық. Жеңіс Қайсар матчынан өте қызықты, драмаға толы ойын болды. Қызыл қағаз, негізі сол қызыл қағаз ойын тағдырын шешіп кетті деп айтуға болады ма? Иә. Енді Астана аренада негізі жеңіс басымырақ ойын көрсетті ғой. Сол қызыл қағаз болмағанда мен ойымша жеңіс бүгін ұтатын бет негізі. Өйткені ойынның басталмас бұрын алыстан соқ теуіп салып жүрді. Негізі мен ойлаймын, сол Адам Кович қақпашы болмағанда, Саладин болғанда мен ойымша қағыз беретін еді. Бұлай жеңіс енді бұлай ойнаған емес. Мен қанша көрдім, мен бүгін жеңіс танымай қалдым. Али Алиевтің жеңісіне, ұқсай алмай қалды. Бүгін деген жеңістен кәдімгідей өзін жеңіске ұмтылып тұр ғой. Айтқанда бүгін мықты ойын көрсетті. Штрафныйдан да гол салды. Бапкерде жаңадан келген бапкердің білінеді да, жұмысы, бапкер рөл ойнайтын. Негізінде бапкердің жұмысы білінетін білмеген, бірақ дегенмен маған бүгінше жеңістің ойыны қатты ұнаған жоқ. Мен енді алыстан әкеп соқты деп асарлап айтып отқан сияқтысың, жақыннан кеп соқты. Ол вратардың қателігінен деп ойлаймын. Екінші гол тоже Қалдыбековтің соның қателігінен деп. Үшінші штрафныйдың арқасынан солай жеңіп шықты деп ойлап отырмын. Шеберлік қой, ойыпты қаншама футбол сала бермейді. Айтып отырмын ғой, егер де жеңісте бір ойыншы кем болмағанда, жеңіс бүгін ойынның тағдырын шешіп, бүгін финалға шықты. Мен кажется, Қайсар болды. Негізі қателік болды өздерінен. Бір ойыншының көбінесе Қайсарда шабуыл көп болды негізі. Иә, Қайсарда шабуыл жеңісте қуатып, ананы шалып, сөйтіп не жүр. Бірақ енді ойын ғой, драма көрсетті деп жатсыңдар ғой. Дегенмен де бүгін стадионның жартысы Қайсардың жанкүйерлері болды өздерінің көзі. Жеңісте почти бәрі болды. Дегенмен де неге жеңістің мысалы қолдаушылар аз болды, мүмкін сенбеген де шығар деген сияқты, отады деген сияқты нәрсемен. Өйткені 1-3 есеппен келді ғой негізі. Бірінші ойында 1-3 есеппен жетті ғой. Одан кейін мүмкін уже надежда жоқ деген шығар. Көрдіңіздер ғой, жартысы пустой болып отыр. Біраз Қайсарын састырды негізі. Бір гол салып, артынша екінші гол салған кезде уже Қайсардың ойыншылардан бірақ болды ғой. Уже үшінші голды екінші таймнан кейін барып Қайсар тірілді ғой, қызыл қағаз алғаннан кейін. Айтпесе ондай болған жоқ. Айтып отырмын ғой. Негізі Али Алиевті ауыстырғаны дұрыс болды. Негізі дұрыс болған сияқты мынау бапкер енді көрініп тұр, тәжірибелі бапкер екен ше. Ойыншылар да басқаша ойын ойнап отыр ғой. Өздерің көрген шығарсыңдар енді. Мүлдем өзгеріп кеткен. Мүлдем өзгеріп кетті. Танымай қалды. Енді келесі маусымда енді бұдан да мықты не көрсететін шығар. Бірақ бапкерді ауысқан ең дұрыс нәрсе болды деп ойлаймын енді. Ең жөн дұрыс ойын. Бағанағы бапкердің де әңгімесі сол ғой, қызыл қағаз бізді құртты, айтпесе біз жеңетін едік деп. Қысқа да қайырды ғой. Қысқа да қайырды да сол. Ешкім сұрақ та қойған жоқ негізі ана жерде. Уже түсініп тұр да уже. Екінші жартылай финалдық ойын Алтай өз алаңында. Олар да 3-1 болып жеңіліп, үйінде Ордабасыны қабылдады. 1-0 бастап әдемі бастаған. Одан кейін кім салып кетті? Йонсон. Сосын
Әмір салды. Йонсон салды бірінші голды, екінші голды Әмір салды. Әмір салды, бірақ есеп теңестірген негізі бірінші таймның соңына қарай теңестірген. 2-2 болды ғой негізі. Сонымен екінші таймда көретін неде болған жоқ деймін, сол есеп бітті, Сол қарқынды соны ұстап отырды ғой, қарқынды. Бірінші таймды көрдік та Қайсар мен Жеңістің матчына көшіп кеткеннен кейін көре алмай қалдық. Сол оймен аяқталыпты негізі. Бірінші таймды көрдің ғой енді. Бірінші таймда не дейсің? Мен ойлаймын Алтай бүгін Ордабасы әрине бірінші голын соққан кезде бұның бетіне жаңғаңда қан кірген шығармын бұған. Енді қарасаң енді Алтай енді өз алаңда әдемі ойнап жатты ғой бірінші таймда да. Негізі төрешілер негізі осы именно осындай жауапты ойындарға бір одан да бір жоғары деңгейде осындай төрешілерді неге қоймайды деймін да. Болмаса бар ғой осы бас төрешілердің үстінен қарайтын Нуно Кастро мырза осындай ойындарға барса, мысалы, кейбір ойындарда әділ өтеді да. Бұл ойында енді көп бүгінгі ойын әділ өтпеді ме? Мен ойымша кішкене бір нелер бар сияқты енді. Әйтпесе ойыншылар бір-бірімен қырылып кетіп жатты ана жерде деген. Сонда бүгін мысалы Жеңіспен де Қайсар ойнап отыр. Көрді ғой Жеңістің ойыншыларды шалып білгенін істеп құлап. Енді ол кезде неге судьяны айтпайсың ол кезде. Әділ болып тұр да. Жоқ, ол қызылдан бөлек тағы болды ғой сондай шанстар. Мен өзім қайта Жеңістің командалары қайта сол кімге 11-ші ойынға кім Мозеске түйсе берді ғой, кеп аяғынан былай шалып, былай итеріп әйтеуір. Сондай кезде сенде судья справедливо болады ғой. Ордабасы келген кезде сенде прям төреші болмай қалады ондай кезде. Енді қара, бұл мен айтып жатқаным Алтайда екінші гол салады да. Ол офсайд дейді. Ол жерде ешқандай офсайд жоқ. Егер сен ол матчты екінші таймда біз көрмесек, сен қайдан білесің? Жоқ, бірінші таймда көрдік қой біз. Бірге отырып көрдік қой. Мен көрдім. Айтып отырмын ғой, екінші гол салған кезде гол салады, есептелінеді. Есептелінен кейін бар қарайды ғой. Ол қалай ол? Сен есептеп тұрсың ғой сен. Негізі сол голды есептелгенде ойын басқаша болар еді негізі. Алтай қайта өз күшіне еніп алатын еді бұл жерде. Қалай ол сен өз алаңда тырмысы ойнап отыр, намыстар ойнан характер көрсетіп жатыр команданың. Алтта отын өшіп тастайды алады. Содан кейін сынып қалды деп ойлап. Содан кейін мен ойлаймын Алтай солай сынып қалды. Әйтпесе ойлай, Ақтөбенің алдында деген ұшырып жіберген жоқ қой өз алаңында Алтай. Кубокта жүріп, оларда намыс бар, оларда характер бар, көрініп тұр команданың от болып лапылдап ойнаған. Енді алады да осылай төрешілер құртады да негізі. 5-ші минутта соқты, бірінші голда. Жоқ, 3-ші минутта. 3-ші минутта соғып кетті. Бірақ артынша Додов деген артынша Йонсон жылдам. Енді Йонсон енді страшно жестко салды ғой, прям салған кезде әдемілеп тұрып. КПЛ-ға енді мықты игрок негізі. Әдемі оны алып келген. Ордабасы удачно істеген ғой. Удачно. Единственный удачно. Чемпиондыққа осы бірден бір сүйрейтін адам осы Йонсон болады негізі, менің ойымша. Өйткені әр матчта сол Йонсон салады голды, бір гол салып кетеді кем дегенде. Бір-екі матч салмады ғой, қателеспесем, Иә, дей салсаң да ештеңен кетпейтін еді осы бар. Әйтеуір жоққа шығарып тұру керек. Екі матч салмады ғой, енді айтып отырмын салмады деп. Жалпы бірден болжам айтып кетейік енді финалға. Финалда мына жақтан сұраңызшы. Бірінші сенен сұрайын. Негізінде алып қояйын. Ордабасы мен Қайсар. Негізі айта кетейін, 8-ші ноябрь күні болады Астана Арена стадионда. Осы сенің болжамың кім жеңеді деп ойлайсың? 4-1 есебімен Ордабасы жеңетін сияқты деп ойлаймын. Енді 4-1? Қой, 4-1 наоборот болмайын ба? Қайсар да Виктор Мозес деген бүгін өзінің қанша жасында екенін көрсеткен жоқ па? Біраз ана жерде деген. Жалғыз өзі ойнап жүр ғой, ортада бәріне пас береді, обратно пас береді, алға шығып кетіп жатыр ғой. Кстати, бірге бір шығып жатыр ғой. Бүгінгі ойынның ең үздік ойыншысы Виктор Мозес көрініп тұр ғой. Капитанский повязкада ненің раздевалканың ішінде жігіттер оянай, қашан құтыла береміз, қашанғы теңіз, қалай мотивация беріп жатыр. Міне капитан деген сондай болады, Виктор Мозес сияқты болады. Осындай мотивациямен ертең Ордабасына 3-0 қыз береді, ол білесің бе, мен саған айтайын. Күлесің ғой. Менің ойымша сол енді Қайсар пенальтиден жеңетін сияқты. Мен сол Ордабасы қазір бірдей қайраттан қалып кетпейін деп КПЛ таласып жатыр. О, мен ойымша кубокты Қайсарға бере салатын сияқты деп ойлап тұрмын мен. Мен солай ойлап тұрмын. Неге бере салады? Енді ол сен қарашы, сенде 2 жол тұрады да, сен екеуіне де бір команданы сала бересің да, ол шаршамай ма? Соны айтамын, мен бүгін Ордабасыны айтпақшы
екінші құрам шығаратын шығар деп ойладым. Енді сенімді 3-те 1 қылып келіп, Иә. 6 айға келіп. Ұтылып қалмайтын шығар дейсің ғой. Ертең алда, тем более Ақтөбемен ойын келе жатыр, маңызды, сырт алаңда. Олардың просто қандары пісіп уже жетіліп сіңген ғой. Небір қан піссе де Қандай адам қан? организмін сен алдай алмайсың ғой. ғой, иә. Бәрібір ертең өзінің несін көрсетеді ол. Күніге енді 2 ойын, 2 күн, 3 күн сайын ойын. Бензин таусылады дейді ғой. Бензин Ақтөбемен таусылады. айтпақшы, қазір келеміз оған. Ақтөбемен болжам айтатын. Қайрат матчында тоже болдық қой, сонда айтып кете салайық. Чемпиондар Мен Лига чемпионов оқығанымды айтайын, көргенімді сен Смейдің жазғандарын. Сен көре алмадың. Сендер барып көріп келдіңдер ғой, Иә, соны көзбен көрдік қой. көзбен көргендерін айтыңдар. Сен өзің қалай ойлайсың? Қайрат мықты ойын көрсете алды ма? Қайрат негізі. Просто мен не үшін бұл сұрақты не үшін қойып жатырмын? Оразбақтинді жамандайтын адамдар қазір бар ғой негізі. Жоқ емес. Иә, сынап жатқандар. Сынап жатырық деп айтады. Деп жатыр енді, бірақ мен айтып жатырмын енді, иә. Жамандау ғой енді. Сен ойыңша қалай? Білмеймін, ол нені Қайратты, Оразбақтин қай жерін жамандайсың деймін да. Жамандайтын адамды кішкене ойланып жамандау керек қой деймін да. Мысалы деймін, қай команда Қазақстан премьер лигасында бір команданы айтшы, Реал Мадридті алып келген осы ғой неге. Сен кішкене ойлансай, жыл сайын ойнап жатқан жоқ қой. Кім Лига чемпионда Атлетиконы алып келді ғой. Енді Реал Мадрид пен Атлетико екеуін салыстыру келмейді ғой. Мысалы Реал Мадрид сияқты команданы алып келеді да, мысалы да, ол сен сол команда сол неге кіресің, Реал Мадридпен ойна Лига чемпионға. Елдер кіре алмай жүреді. Менің өзіме басқа елден, шетелден адамдар жазды. Шетел дегенде Өзбекстаннан, соқтан маған жазды адамдар ше, билет берші, $1000 мен сатып аламын деді да. Сондай адамдар барып тұрып кіре алмай қалды да сондай жерлерге. Ал кейбір осындай журналистер сондай матчқа кіреді да, стадионнан 3-ақ жерден 4-ақ жерден ғана кіретін жол, мына стадион жаман, бірақ қана туалет бар, анау бар, мынау бар, Оразбақтин замена жасай алмайды дейді да. Сен бірінші сен Реал Мадридпен сен біздің Реал Мадрид келгеннен кейін бізде деген адам футболда кәдімгідей кішкентай балдардың өзі Қайратты тани бастады, Дастанды тани бастады соның арқасында. Әрбір өңірге барсаң, сол арқылы Қайраттың Дастан сияқты, Темірлан Анарбек, Қалмырза деген кішкентай балдардың бәрі соларға қарап қазір футболға қызығып келе жатыр ғой мысалы. Сен оның осындай еңбегін аласың да, сен суға сигенге тастайсың. Ол жерде мынандай ғой, енді осы телевидениенің шет жағасында жүргеннен кейін білеміз ғой енді. Ол жерде жаңағы бағдарламаның, букмекерский бағдарлама ғой енді, атында айтпай қойып, сол бағдарламаның рейтингісі түсіп бар жатыр. Рейтингін көтеру керек болды да, жаңағы ағамызға, в общем, осы кісіні жамандайсың деген жоғарыдан бұйрық береді. Әйтпесе сол бағдарламадан ол кісіні шығарып жіберген кезінде, бір тепкен шығарып жіберген кезде қаншама адамдар, қаншама жанкүйерлер, сол кумирі сол адамның болды, біз бұл бағдарламаны көрмейміз, қарамаймыз, бойкот деп сол бағдарламаға кәдімгідей менің өзім болды қарамаймын деп кәдімгі ютубтан кіріп не интересует деген кнопканы басып, мүлдем қазір маған шықпайды, бірақ кеше жақында соны көріп қалдым, қайтып ештеңе болмағандай, қаншама халық сені қолдап, сені шығарып жіберген үшін жаны ашып, саған болды енді көрмейміз деп сен үшін шырпыр болып жүр да, сен аласың да ештеңе болмағандай қайтып келе саласың. Енді ол сенің көмерлеріңе, сенің артыңа деген, сені қарап, сені тыңдап жүрген адамдарға менің ойымша бір беттеріне түкіре сал деп ойлап тұрмын да. Негізінде бұл жерде рейтинг қой, жігіттер мынандай. Оразбақтинді ол шынын дұрыс айтып отырсың, жамандайтын жері жоқ. Сол бір-екі жаңағы замена жасайтын, дұрыс жасамаған жерін алып алып, дұрыс жасамады, өйте алмайды, бүйте алмайды. Сен соның неге ұтқан кездегі мықты заменаны неге айтпайсың? Эдмилсон кеше шықты да гол салды. Жасай алмайтын, Амонияға гол салды. Соның арқасында шықты. Соны неге айтпайсың? Қалай жасай алмайды? Сен шықты да бір игрокты шығарасың да гол салып кетті. Шыға салып гол салды. Ондай сияқты мен қаншама пример келтіріп айтып бере аламын да. А сен бір-екі моментін алып аласың да. Ол жерде жамандайтын жер емес. Ол жерде просто рейтингін, жаңа бағдарламаның рейтингін
көтеру керек болды да. Біз де матчта бардық қой, көрдік қой. Мысалы ойын бітті, ойын біткеннен кейін пресс-конференцияда отырып сұрақ қойдым ғой. Мен айттым, неге Тұяқбаевты, неге Исмаил Бекболатты шығармаңыз алаңға дедім да. Мысалы сөйтем, ол айтты, ол қазір клубқа жаны ашымайды дейді. Іштегі тәртіп та ол, енді тәртіпті көрсетеді да. Дұрыс ол негізі. Кейбір осы тәртіптердің арқасында сен білмейсің ғой оның арасында не бар. Может, ол айтқанын тыңдамайды, жасай алмайды дейсің. Мен сол жерде сұрақ қойдым. Өз алаңдарыңыз болмағаннан кейін ұтылып қалдыңыздар ма, ауа райына байланысты ма? Жоқ, оны нәрсе айтып тұрған жоқ. Бізде ауыстыратын не болған жоқ дейді, ойыншы болған жоқ дейді. Артта Широбок не істеп қалған, қалып қалған, оның орнына Мартинович шығып, Мартинович ауырып қалды деді. Мен ойынды сол жақта барып көру керек та бірінші. Сен бірінші. Жоқ, ол енді кіргізбесе қалай кіреді? Қалай көреді? Ол жерге жоқ, аккредитация бермейді дейді да, имейтами. Сен жамандап аласың да сен. Барасын ешкім кіре алмаған, осында Лига чемпионы армандап кеткен Реал Мадрид біреуінің де, МБАППе дегендер біреуінің деген арманы ғой, мысалы көру дегені. Сен барып көресің, кей подкасттарды оны жамандайсың, еще сен аккредитация бермейді деп кіргеніне сен еще. Соны айтам, бір мақтаған көрмеппін мен осы кезге дейін. Тек отырып алады да жамандау, сосын сені кім жақтырады? Ол сынау емес қой, ол сынау емес, ол конкретно ол жамандау. Қайрат Боранбаевтың қара тізімінде деп айтады дейді. Конечно, сен кіргізеді, сен жамандағаннан кейін билет бағасын көтереді. Сені адам құсап шақырады, саған қонақ қылып шақырады, сен кетіп қаласың да, бармаңдар ол матчқа. Байкот ол матч, байкот жариялаңдар. Ол матчты көрмеңдер, ондай қымбат билет тұр. Сен көрмесең басқалар көреді. Жағдай келетін адам барады, ол жерде сенің не жұмысың бар деймін да. Ол частный клуб. Ол өзі білет бағаны қанша қылып қойса да, дұрыс па? Мен білмеймін, Қайрат сияқты басқа бір клубты айтыңдар, бір академиясы бар, осындай бір керісінше біз сондай клубты, мен өзім Қайрат Алматыны емеспін, Қайраттың жанкүйері емеспін. Жанкүйер емеспіз ғой енді. Иә, керісінше қолдау керек қой, сондайларды қолдауымыз керек біз. Керісінше соларды қолдап, балалар мектебін қай неде біздің қаламыздың, Қазақстанның қай қаласының, мысалы айта аласың сен, осы қаладан жаңағыдай академиядан балалар шығып жатыр деп. Мысалы жоқ қой, Қайраттан басқа. Негізінде мен ойлаймын, жалпы ол кісі енді өйтіп, енді бір жағынан сенікі де дұрыс шығар, рейтинг көтеру керек, рейтингі бітіп, енді атын айтпай, уже бәрі түсініп отқан шығар, көрген адам әңгімелеріне қаратсам, уже біраз ол кісі де өз атымен сол әңгімесімен хайповать айтып алған сияқты болып тұр ғой. Бірақ дегенмен, енді ол кісілер өздерін айтып отқандай талай еңбектер сіңіп отыр ғой, олар может олардың жұмыстары шығар, айту керек деген сияқты, бар қараны қара деген сияқты. Мүмкін сондай бір оймен жеткіземін деп, может дұрыс жеткізбей қалған шығар мүмкін деп ойлаймын. Менің түсінбейтінім, айтасың ба, бәрін айту керек та. Мысалы Ордабасыны бір жамандап отқан көрген емеспін мен. Ордабасыны мен Ордабасын жаман деп атқан жоқпын, бірақ Ордабасының да жаңағы төрешілерді бәрі айтып кетті ғой енді, мен оны қазір айтпасам да. Ол бастан басталған нәрсе да, ол КП қалай басталды ғой, сұрақ Ордабасы, Атырау басталды, дауыл матчтар. Содан кейін ол бір көзге ілініп қалғаннан кейін ол қасқырдың аузы кесе деған, жемесе деған ғой, былай айтқанда. Әрбір нәрсе көзіңе уже андай не болып қалады да. Тек отырып алып сол нені мақтап отырады да, мақтап отырғаннан кейін енді білмеймін, енді айтуға бола ма болмай ма ондай нәрсені. Ол мақтақша отқан шығар. Білмеймін енді, оны қолмен көрмегеннен кейін айта алмайсың да, солай. Мен Дархан Қызайбаев пен Әлібек мырзалар екеуі енді Ордабасын дамытып жатыр ғой. Мен ол кісілердің андай футболды дамытып жатқан, Ордабасын дамытып жатқанына мен мысалы қарсы емеспін. Егер де мен оған қарсы болатын болсам, мен қазақтың футболының дамуына мен қарсы боламын. Жоқ, сен постоянно жамандайсың ғой. Бірақ мен дұрыс емес. Мен айтып отырмын да, ол кісілердің несін еңбектерін, немесе Ордабасы клубтарын, бірақ мен не үшін ол нәрсені айтып отырмын? Мен мысалы Таразда болдым да, басқа да нәрселер салам ғой, мен тек қана Ордабасын ғана сала бермеймін ғой. Мысалы мен басқа нәрсе салам, Тараз салдым да, астына басталды, жазылды. Сен Таразын жөндеп ал, бірінші Ордабасы саған қайда, астына кетеді. Сол сияқты айтпай қойын, бір 30-40 адам жазады шығар. Енді мен мысалы салым демейді, мысалы, например. Алады да сондай қылып. Енді одан кейін қалай салмайсың, мысалы. Тыныш тұрған бүркітті өздері бүркіттеді да, содан кейін ренжиді да, мысалы. Менде де сол өткенде Қайсар мен Ақтөбенің матчына барған кезде, Ақтөбенің фанаттары плакат жасаған ғой. Оны ешкім түсірген жоқ. Мен көріп қалдым да ар жақтан. Мен жүгіріп барып түсіріп алдым да.
соны салып жіберсем астына сен провокаторсың, сен мен не қатысым бар ол жерде? Мен просто көрдім да ананы біреулер жасап алып келген, соны салып жібердім. Сөйтсем орда басын. мына жерде жанкүйерлер жоқ бөліп жіберейінші негізінде ше нейтрал сразу айт қой, нейтралка жағынан да біз негізінде біз мысалы Дінмұхамед болсын, сен бол, мен бол, біз стадионда жүргеннен кейін біз бір жақты болмаймыз, біз жан жақты боламыз. Екі жақтікі де боламыз. Мысалы ордабасы ойнасын, Қайрат болсын, қандай да бір нәрселер перформанс бір нәрсе көрсетіп жатса, ол біздің міндетіміз оның бәрін обобщать ету, айту үшін. Біз ол үшін аккредитация аламыз, біз сол үшін оның жағдайын былай айтқанда. Бірақ кейбір жанкүйерлер мен түсінгенім оны дұрыс түсінбейді екен. Неге біз кім Дінмұхамедтің да жаңа айтып жатқан сөзінің жаны бар. Мен өзім қатты ондай ордабасының жанкүйерлеріне қарсылығым жоқ. Жақсы қазір жаңағыдай жанкүйерлік нені дамытып жатыр ғой. Ол әрбір қалада сондай болса, ол әрине қуанышты болады. Бірақ мен бұл жердегі айтып жатқан мәселе артық кіріп кетеді да адамның жекесіне тиісіп кетеді, сенің семьяңа тиісіп кетеді, боқтап кетеді, семьяңа тиісіп кетеді. Сен ақыры бәрібір сен жаман болып жүрсің, одан да бәрібір жамандай барып жаман бола берейін дейді да. Жаңағыдай да сен мысалға мен басқа нәрсе саласың ғой. Мысалы кейбір кезде ордабасын бір жақсы жағын көресің. Мысалы 60 мың стадион салып жатыр деп саласың мысалы. Жақсы жағын салайын десең, жақсы жағын салсаң, сонда да жаман нәрсе жазады да. Сен мақтамай-ақ қойшы, сен өйтпей-ақ қойшы, сен бүйтпей-ақ қойшы. Мен мақтап жатқан жоқ, мен факт нәрсені салып жатырмын. Бізде подкаст жоқ болып кеткен кезде де сол жазып кетті ғой. Соны айтамын, бітті ма, ақшамен ұрды ма, ауыздарына. Сосын андай қызық болады ғой. Мен Түркістанға ерте барып алдым да Тараздан. Сөйтіп келдім да, Қайраттан бейджигімді аккредитация алдық қой, соған алуға барамын да, енді не жағынан кірем, медиа жағынан кірем да, кіріп қалсам нелер тұр екен, өңшен енді охранниктер тұр да, көп жігіттер. Сол кісі бір бастығы да келеді да, кім қайсың кіріп кеткенсіңдер деп айқайлап отыр да ана жерде. Сонымен мен тұрмын, мен ана манишкімді не істеп кетейін, алып кетейін деп едім, осыны есім кім дейді, Дінмұхамед. Сразу таниды, мені танып жатыр да, сен алдында подкаст түсірген жоқсыңдар ма, ана алдында Дінмұхамед, иә негізі дұрыс айттың, негізі мен саған қосыламын дейді да. Солға бізге қазір бұлар жазбайды көбісі, бірақ бізді қолдайтындар көп өте. Өйткені жазатындар да бар ішінде. Айтады да, қойшы ана жаңа бағдарламаларды айтады да. Олар тек қана мақтайтын бағдарлама ғой. Ол шындықты айтпайды. Шындығы жаңағыдай да, рейтингіне түсіп баратса, ана біреуді жамандау керек. Қазір кім мықты адам, соны алындар да, соны жамандандар дейді. Анау бағанағы несен баса клубтың да адамдары да, мен көремін ғой, қанша матчтарға барам ше, сол клубтардың адамдарды айтады да, сен алдында Ақтөбе мен Шымкент туралы дейді да, жанкүйерлер туралы дейді да, шындық айттың дейді да, шындық айтсаң сен ешкімге жақпайсың дейді бәрібір дейді. Шынымен де солай дейді да. Шымкентке келетін қазір қанша 20 мыңдық стадион ба, соның өзін толтыра алмай жатыр дейді да, ал Ақтөбеде одан аз дейді да, соның өзін өздері толтырады дейді да. Мен айтып отырмын да, олар Ақтөбеге ешқандай хедлайнердің керек жоқ, олардың өздері футболды өздері жақсы көріп келеді, олар хедлайнердің шыққанын күтіп отпайды, немесе приздің, немесе тағы бір сертификат, болмаса 50% жеңілдігін күтіп отпайды, олар сендер ондай емес. Оларда ондай жоқ, олар тек қана футболды жақсы көріп келеді. Футбол біте ма, матч біте ма, андай қылып барады да, спрос алады. Айтады, неге бұндай ойын, неге ұтылып қаласыңдар сендер бұл матчта, бұл жауапты ойын ғой біз дейді да. Олар өйткені бүкіл жұмыстарын тастап үйде бала шағасымен бірге келеді. Ал мен енді жамандағаным емес, Шымкенттің ордабасында тек көбінесе жас балаларды ғана көрдім да. Ал Ақтөбеде үлкен кісі де бар, кішісі де бар, ортаңғы жастағы адамдар да бар да. Оларда Ақтөбенің бүкіл айтқанда тарихынан біледі да ол кісілердің. Мысалы қазір составынан біледі. Ал сен қалай, сен егерде мен айтайын, егерде Ақтөбеге ордабасыға салатын стадионды Ақтөбеге салу керек деп ойлаймын да мен негізі. Ақтөбеде салып жатыр қазір 30 мыңдық емес, одан да үлкен қылып салса, мен толтырады деп мен сенімді айта аламын. Өйткені Ақтөбенің өйткені стадионына сыймай атады ғой, сыймай атады. Сосын біреу Трецке, осы қателеспесем қай паблик екен білмеймін, біреу салып қойыпты, типа Түркістан аренаның газоны бычыт болып жатыр,
жағдайы страшный мен видео түсіріп салдым ғой. Содан кейін сенен кейін ба значит сенің видеоңды біреу алып қойды. Мен әйтеуір көрдім, әйтеуір 188 мың ба бір просмотр жинаған сол кезде. И соған Түркістан аренаның өзі несі ответка салған ғой, типа неге сіздер біздің біз сіздерді жақсы қарсы алып алдық, сіздерге қонақжайлық көрсеттік, сіздерге стадионымызды бердік, бірақ дегенмен де екі жақ команда бірдей ойнады, бірақ дегенмен де ана жақ ұтып кетті ғой. Олар айтқан жоқ қой, мына газондарыңыз жұлынып жатыр, алынып жатыр. Жоқ, олар Қайрат айтқан жоқ. Мен пресс-конференцияда сұрақ қойдым ғой, Оразбақ деген, сол поляның кесірінен ұтылып қалдыңыздар ма деген кезде жоқ деді. Бірақ мен өзім видеоға түсіріп алдым, Марк Вальдің өзі. Қайрат Марк ана жерде жеп жатқан андай не жатыр, кусок жатыр, ойылып қалған. Соны алып барып қойып, аяғымен басып сөйтіп жатыр да. Мен содан айтып отырмын да, шынымды айтсам, былай полядан қарадым да, ойнап жатыр, доп барады ғой, барған кезде доп бейтіп барады кәдімгідей. Айтпақшы, мен қазір осы жаңағы нені мен видео түсіріп алғам, сол стадионның сыртынан былай несінен қарадым да, кіріп келетін кезде қарасам, сызығы бар ғой, былайынан былай тұр да, газон былай тұр. Ана сартын былай алыстан қарасаң көрінеді негізі. Мен соны видеоны салам деп ұмытып кеттім. Жоқ, мен одан кейін мен жаңағы матчқа бардым ғой. Түркістанға қайтып келіп, Атырау мен Оқжетпес матчына. Сол матчқа көшіп кетейікші бірден. Сол матчтағы Оқжетпестің екі ойыншысы алдында әдейі сары қағаз алды деген. Иә, неме ойнаған кезде, Астана аренада ойнаған кезде. Иә, Астанамен ойнаған кезде екеуі әдейі сары қағаз алған. Мен соны сұрақ қойдым. Пресс-конференцияда ма? Ринат Әлеуетовке сұрақ қойдым. Ол екеуі, иә, расымен әдейі алған деп айтты. Бірақ мен білмеймін не үшін оны сол кезде екеуі 4 сары қағаздан алды. Бірақ олар штраф салдық деді. Енді негізі жалпы не үшін ойнамай қалыпты ойлайсың? Не үшін әдейі сол матч өткізгісі келді ме? Әйтпесе жеңіспен ойнаған кезде емес па ол сары қағаз алған, Оқжетпес? Иә, қателеспесем. Астанамен ойнаған кезде киімі футболкасын шешеді да. Шықпай жатып төрешінің күтіп тұрады ғой сары қағаз берген. Не үшін сонда мен айтамын да, жоқ, көбісі Самат Смақовқа қарсы ойнағысы келмей жасады деп айтып жатыр да кейбіреулер. Менің несі болған екен, Самат Смақовтың Жетісуда Самат Смақов соны премьер-лигаға алып шыққан өзінің футболшысы да, былайша айтқан кезде көзін ашқан да. Содан кейін деп кейбір сарапшылар солай айтып отыр. Бәленің бәрі қайда жатыр десейші? Иә, Самат Смақовқа қарсы ойнағасын. Содан кейін әдейі алып отыр ғой, сонда. Иә, әдейі 4 сары қағаз алса келесі ойынды өткізеді. Видеода қарасаң да Ринат Әлеуетовті қолын берген кезде алмай қойған ғой. Енді ол сеп тұр да, енді әйтпесе бас бапкерге деген ешқандай не жоқ қой. Ринат Әлеует деп мықты бапкерлердің бірі ғой. Кеше Атырауды ұтып жатты. Енді сен енді статистиканы нені көріп сен қалай жоққа шығарасың? Сен 2 гол салып кетті ғой. Жоқ, негізі кім басшысы естідіңдер ма? Ербол Қайыров кетейін деп жатыр дейді. Негізі қалай ойлайсың? Ербол Қайыровтың арқасы емес па? Соңында бір пайдасы бар ғой, еңбегі бар ғой. Негізі кетіп қалса ертең қазір 4-ші орынға талас мықты қызып жатыр, ол негізі 4-ші орын аламыз деп кәдімгідей құлшынып жатыр, тырмысып жатыр. Негізі қалай ойлайсыңдар? Ербол Қайыров кетсе бітті деп ойламайсыңдар ма? Жоқ, әлі біткен жоқ әлі бұдан басқа. Бәрі басшы, бірақ сонда да жетім болып қалмай ма? Жетім болмайды ол. Айтады ғой, незаменимых не бывает дейді ғой. Орнына басқа біреу келеді, может орнына басқа жақсы басшы келіп қала ма, бірақ Оқжетпес мен ойымша жақсы клуб қой негізі. Ринат Әлеует жақсы клуб болса кетпейді. Негізі. Енді ол кетпеймін дегенде ол повышение кетіп жатыр ғой ол. Енді КПЛ-ны аяқтап кетсе болады ғой, до конца. Енді ана жерде біреу мықты жұмыс предлагать етіп жатса, сен не жүре бермейсің ғой. Сен де ертең басқа жерге бір аяқтап кету керек еді. Мен айтатын едім, мен аяқтап кету керекпін. Осы мен аяқтап бітірейін. Ана орын босамай қалса ше. Енді жоқ, оны келістіруге болатын сияқты. Жарайды. Негізінде мен тағы бір талқылағым келген мәселе тобыл туралы болып тұр. Енді оны айналып өткім
келмей тұр дейсің. келмей тұр, иә. Еврокубок дейсің ғой ол да. Еврокубокте ойбай қырамыз, жоямыз депті. Ислам Чесноковты алдырып алды. Барып Ислам Чесноковты алдырып алды. Енді Енді кетіп қарашы, қалды десей. ол еще кетіп қалады. Ислам Чесноковты тегін береді де, оны 600 мыңға сатып алады да, 600 мың евроға. Сөйтеді де 250 мың евроға. Мен мынандай айтайыншы. Жоқ, Логика жоқ қой. Қара, өздері тегін береді, өздері сатып алады, еще тағы беріп жібере салады. Бітті. Дым пайда жоқ. Еще ол өз бағасына кетсе мақұл ғой. Одан төмен баға кетті ма? 2 есе арзан, 2 еседен де. енді Ислам Чесноков келетін кезде ол басына ордабасы келеді деді. Сөйтті да ордабасы Ақтөбе деді. Жоқ, басына ордабасы, иә, сол бірінші ордабасы да мынандай қылып салды. Жоқ, мен оны мен оны естідім. Мен көрдімше удалить етіп жатырсың оны. иә, сөйтті да алып тастады. Жоқ, олар бір видеомен бір нәрсе істей салды ғой. Иә, артын шайзадан. Сосын ол естуім бойынша Ислам Чесноков сөйтті да Ақтөбеге барам депті да. Билет алып қойған екен. Бәрін жегізіп кеткен. бәрін құлағынан жеп кеткен ғой. Сөйткенде ойланғанда ешкімге телефоннан трубкаға жауап бермегенде Қостанайға кетіп қалған ғой. Еще билет алып қойған ғой. Билет алып, болды, мен Ақтөбемен келістім, анау мынау дейді. Ан жақта еще ордабасында қатып кеткен. Сосын Бекқа жайжада жылдыр. Ой, күліп өлген. Бәрі жазды ғой, Чесноков негізінде. Енді Чесноков қой бүйтеді. Басқа кім сөйтті, ол ұтады постоянно. Конференция лигасында бірінші гол ойбай соны ұтамыз. Еще Қайсарға негізі ресми хат жолдаған, ауыстырайық деп. Сосын Қайсар айтқан, біз 2 апта болады футбол ойнамағанымызға. Бізге ойнау керек. Практика керек бізге. Еще біз билет бәрін алып қойғанбыз, ертерек айтпайсыңдар ма деп. Бұлар тұрады да кімге? Федерацияға шығады ғой, тікелей. Федерацияға айтады да бізді ауыстырып беріп, біз ойнай алмаймыз дейді. Негізі осыны айтқан. Соны айтамын. Сонда сенің енді мақұл шығып бір түсінер едім, 1-0 ұтылып келсе екен. Сен ұшып кеттің ғой, болды ғой, ұшасың ғой. 3-0 олып, 3-0 есеппен ұтылып келіп тұрып, сен қандай неге сеніп тұрсың дейсің ғой. Кімге сеніп тұрсың, қалай жарайды бір гол саларсың. Одан да ұтылып қалды да, позор болып. Былайынша айтқан кезде. Еще ол Қайсардың несіне өтеп береміз деген билеттер. Ол жерде Қайсардан бөлек еще судьялар бар ғой. Судьяларды уже билет алып со жаққа кетіп қалған жарты кемдері. Ойынның инспекторлары со жақта жүр дейді. Білмейді олар. Олар білмейді бірақ. Қайсар білмейді. Ол Қайсарға ресми хат жолдайды. Қайсар кешіріңіздер деп отказ береді. Біз қолдаймыз сіздерді. Бірақ кешіріңіздер, біз уже билет алып тастадық, ананы есеп тастадық. Шығындарымыз бар біздің қаншама. Еще практика дейді. Қайсар білмейді. Федерацияның ресми сайтында ойын ауыстырылды деп шығып тұрады. Оны бірінші еще тобыл сарып қойды ғой оны. Жоқ, бірінші федерация. Федерация ма? Федерация ма? Иә. Сонда Қайсар білмеген ба не? Қайсарға айтпаған ғой, просто болды сендер. Сен даже хатта жолданбаған, просто алғанда өздеріне афишасын шығара салған ғой. Сонымен бітті. Ресми ауысты деп. Негізі сен мысалы сол қаншама шығын Еврокубокқа шығамын деп таласасың ғой сен мысалы. Мысалы, например, да, қазір енді бірінші орын, екінші орынға таласып жатқан командалардың бәрі сол үшін таласады ғой мысалы. Бірақ сен Еврокубокқа келген кезде сен неге андай қылып мысалы міндет қыласың деймін да. Сен мысалы сен шыққан кімге міндет? Сен өзің үшін ойнайсың ғой мысалы, например. Ондай нәрсе негізі Қазақстан премьер лигасына өзгерту керек деп ойлаймын осындай нәрселерді ше. Сен осың бекітілді ма? Болды, соң ойна, болды сен шегеріп, оны анай алдын ала шегеріп, Қайрат сияқты ойнап таста деймін да, болмаса Қайрат ойнап тастады ғой алдын ала, екі ойын. Ешкімге де не жоқ та андай, зияның жоқ, ешкімге нең жоқ. Алдын ала ойнап тастаса сөйтіп. Ал келді да Ақтөбеден ұтылып қалды. Не болды? Өзінде бір сөзінде ше, помнишь, Ордабасы туралы, Ордабасымен Елимай ойнаған кезде, Елимай тоже лига конференцияда ойнатқан кезде берсе болатын еді ғой. Түсінбейсіңдер деп еді ше. Қазір айтып отқан әңгімесін қарасайшы. Жоқ, енді Ордабасыға енді алдын ала не істеу мүмкін еді ғой. Алдын ала айтса, шегерейік десе, ол шегермейді. Ол шегермейді. Енді дұрыс қой. Енді сен қарасай, Тобыл енді екеуін салыстырып қарашы, мысалы, Ордабасы чемпиондыққа таласып жатқан команда, Тобыл салыстыруға келмейді. Салыстыруға келмейді да. Тобыл сен
қаншаншы орында келе жатыр мысалы орта жағында келе жатқан команда ғой сен орта бас чемпион боламын деп отқан ол Еврокубок көрмедім деп таласып жатқан жоқ қой осы жақта талас айтпақшы иә соны да айтып кетейік иә айтпасақ болмайды мен соны оны біз осыдан 2-3 ай бұрын барып түсіргенбіз ол вообще қашан салыну керек болған 2020 бір жылдай деп айта берейікші примерно плюс минусмен бір жыл бұрын ол жерде Қазақстан футбол федерациясы бар, Тараз әкімшілігі бар, халық қайырымдылық қоры бар, спорт басқармасы бар. Алпа баратта ол жерге осы жерден біз академия саламыз. Таразда 3,5 миллиард ақша бөлеміз. Ақша бөліп тастаған ба, может. Сөйтіп жаңағы енді кеше маған неде жазып жатыр да. Соны салғам ғой видео сөйтсем. Зират па деп ойлап. Енді жақ шөп өсіп кеткен ғой, анау жаңағы зираттың несі сияқты салып қойғанда мен анау решеткасы жаңа мен де айта алмай қалдым ғой сол не ма деп төрт бұрыш деп сол сияқты салып қойған сол әлі тұр одан кейін ешқан жерде жазып отыр ғой темірмен 24 KZ арнасы барып бармаған соларға информация берген болды бастадық деген сияқты біз енді одан кейін бардық қой барып қайда мынау академия 6 ай өтіп кетті академия қайда деп біз салдық қой сөйтсек сол күні ма ертесіне ма бірден құрылыс басталды ана жерге информация кеткен уже сол беті бірақ тұр 2-3 ай бұрын біз 2-3 айдан кейін барсақ сол шөп те жұлынбаған шөп те жұлынбаған оның қасында здание бар ол уже бітейін деп отыр ана сонда кімді алдағысы келеді деймін да жарайды сен солай айттың мақұл халық жарайды бір айдай ұмыт жаңағы ол басталды деп ойлар бәрібір біз сияқты біз түсірмесек те біреу барып түсіреді ғой кімді алдайсың деймін да сонда жоқ соның себебі не болды сонымен қысқасы салынбаса айтсын да салынбайды салынбаса не қыласың дейсің ғой елдің бәрін өтірік қылып қылып елдің бәрін алдап айтамын да жоқ сен енді тараздікі ана тараздың ана жерді барып көрдің да 8 гектар жер ана жерге деген не саласың қандай академия салайын деп жатсың сен 3,5 миллиард ақша бөлсейші таразға деген 10 миллиард ақша бөлсейші жер көп қой не көп жер жоқ шығар тараздың Қытай сияқты Қытайдың жер не көп жер көп қой мысалы таразға салған академияң біреудің жеріне саламыз деп істеп қойған ғой Азамат Тұяқбаев деген қайратта ойнап отыр ғой мысалы көп тараздан көп қой одан басқа ислам қаған бәрі ойнап отыр ғой сол сияқты футболисттер ертең шығады осы ертең ұлттық құрамаға да ойнайтын футболисттер жоқтан шығып жатыр ғой салсаң ақтайтын нәрсе да мысалы оның бір-екі варианты бар да ол либо оны ақшасы жоқ уже жоқ қылып жіберді жоқ қылып жіберді ғой болып тұр сондай болып тұр ғой болмаса білмеймін бұрынғы сол басшысы салам деп кеткеннен кейін одан кейін қырсығып сол басшыға жаңағы д-дан келетін басшы сол жерде тұрды ғой жаңағы салып жатқан кезде менің ойымша сол басшыға ерегісіп салмаймыз деп қиып тастады ма екен деп ойлаймын өзім білмеймін анау Тараз бен Туранның ойында болдық қой сол кезде Тараз бен Туран мен Тараз білмеймін енді бұлай алдыңғы мен қанша матчтарына барып отырмын ғой осы Шахтермен де бұндай немен шыққан жоқ составпен шыққан жоқ мысалы да Туранға деген мықты ойнап берді ғой мен ойлап қалдым да Туран емес Тараз шығу керек еді деп ойлаймын да премьер-лигаға андай командамен Таразды Туранды өз алаңында ұтып қойын деді негізі қанша моменттер болды тең ойнаған жоқ енді шынымен жанкүйерлердің назы бар жылап айтып жатыр ғой енді осыны қаншама футболисттер шығып жатыр басқа Қазақстан премьер-лигасының команда ойындарына қарап қызығып өлетін болды ана жерде ол кісі қаншама жыл болған жанкүйер ғой былай айтқанда ол айтатындай бар ол кісілердің жоқ енді ол жанкүйерлердің жан айқайын естілмесе естіліп тұр ғой енді бұл жерде енді айтып отырмын ғой Дидар Сыдықбек басында келді клубқа келді Тараздың бұрынғы ойыншыларын алып келді Байтана сияқты мықты қазір Абылайхан Жұмабек те келді Абзал Мұхамеджан көп қой айта бересің көп футболшылар алып келді өзгеріс бар ма негізі айтып алайын таңда Дидар Сыдықбекті қазір енді ол кісі енді білмеймін бір қысым болған сияқты да ол кісіге ше енді жоғарыдан да қаяқтан болсын енді жан жақтан қысым болғаннан кейін ол кісі қазір енді шығуға несі болмай жатыр да енді алдағы уақытта шығатын шығар бірақ бұл Тараздың осы ойыншыларын алып келген сол Дидар оны ешқандай отрицать ете алмайсың Қазақстан жастар лигасында алып келіп жатыр оның еңбегі бар да бұл клубқа егер де ол кісіні жан жақтан өйстіп қыспағанда Таразды мен ойымша алып шығатын еді премьер-лигаға
одан кейін ары қарай уақыт көрсететін еді да. Бірақ бұндай клубтың осылай сорлап жүргені жаныңа батады да. Ана жерде жанкүйерлерде мысалы ана жерде айтатындай бар, назы бар. Айтама жанкүйерлер не істеу керек та, тыңдау керек, қабылдау керек та. Ал енді қазір жүр, мен ойымша Тараз биыл шықпаған дұрыс болған сияқты. Себебі қазір мысалы премьер лигада не әркімнен бір ұтылып жүргенше осылай дұрыстап дайындалып екінші лигаға түсіп кетпесе болыпты дейсіз. екінші лига точно түспейді сен. жоқ, негізі өзде көтеріліс басылады өзде. Таразға шынымен обал. Мен де кеше барып матчын көрдім, маған да ұнады. Негізі мықты ойнайды, негізінде мықты ойнап жүр деген кезде білмеймін неге 7-8 орын. Мен айтқым келеді да, Таразда көп қой енді қазір шығып жатқан инвесторлар, кәсіпкерлер де көп. Неге солар алмайды? Неге сол алмайды деймін да. Сені шығарған соқтан өзің көп қой. Мен сен өзің неге соны қолға алмайсың? Мысалға мен де шығарғым келеді да соны. Жоқ, неге алмайды деп отырғаннан гөрі сен өзің мысалға білмеймін, жаңағыда байлардың кабинетіне кіріп па, сен де кішкене мен шығып жатырмын ғой. Кімдерді алып алсаң болады ғой, Ермұхамед Мәуленге барып айтсаң болады. Ереке, давай бірігейік. Мынау Тараз бәріміздің де бір подкастта отырып бір әңгімесі. Елдос Ахметов бар, енді сөздері жүретін шығар. Сол кісілермен бір шай ішіп, бір шайға шақырып. Осы уақытқа дейін айтса осылар айтатын еді ғой енді. Енді айтуға қаншама өздері шығарған. Жоқ, сен неге инициатива танытып сол жерде неге екеуін мысалға енді қазіргі футболдың айналасында жүрген сөздері өткір сол екі кісі ғой, енді Тараздікін айтып жатырмын да, именно. Сол екі кісіні сен шайға шақырып, мысалға Елеке екеуміз, үшеуміз или бірге барайық, міне мысалға осындай деген мен спискім бар, Тараздан шыққан олигархтардың міне списк көп емес шығар, өзі де бір 10 шақты бар шығар. Соларға аралап осы Таразымызды бір жарнамалайық, бір өтініш айтайық. Мынау обал қаншама футболшылар шықты, Қазақстан ұлттық құрамаға қаншама футболшыларымызды беріп отқан Таразды бір көтерсін деген. Өзің инициатива танытсаң болады ғой. Жоқ, неге жақсы нәрсе айтып отырсың, бірақ просто осы уақытқа дейін де отыр. Ол кісілер менің алдымда подкастта қаншама отыр да. Осы нәрседен жоқ, соларға бару керек та, просто бару керек. Қолға алуға болар еді ғой деймін да, мысалы, например. Мысалға мен ойлаймын, Дидар Сыдықбек егер сондай жаңағы қысым не болмағанда, менің ойымша Дидар Сыдықбек солай жасайтын ой болған шығар. Өзі жасамаса да барып жаңағыдай Тараздан шыққан бай бағландарға барып айтып, міне бізге Таразға кішкене көмек. Не тұрады оларға? Енді іштегі былықты біледі, былықты көргеннен кейін, анда ұтылып жатқаннан кейін, может, не істегісі келеді. Енді ұтылып жатқан. Енді әркімнің ойын білмеймін да. Айта берсек, негізі көп ол қозғай берсек, ол уақыт тығыз негізі. Құдай қаласа, келесі жылға Құдай қаласа бір жақсы бір инвестор табылып, премьер лигада көріп қалармыз онда, Құдай қаласа. Біздің демеушіміз туралы айтып жіберейік, айтпақшы. Осы жерде бір демеушіміз, Керам Астана деген демеушіміз бар. Керамогранит сататын, бамбук панель сататын, соларда 200 мыңнан асырған суммадан керамогранит алсаңыздар, Түркияға 2 адамға тегін жолдама сыйлыққа беріледі. Выборда бар, бағасы да қолжетімді. Мекен жайы Астана қаласы, Мәскеу көшесі 9-а, Керам Астана дүкені келсеңіздер, жақсылап скидка жасап береді. Және Түркияға 2 адамға жолдама алып, кафель аласың, 2 адамға жолдама барып, розыгрыш емес, кәдімгі гарантированный приз ғой. Ең бірінші Оқжетпес Қызылжар матчы бастап береді бізде 23-ші тур, Құдай қаласа. Неден кейін ба? Құрылтайдан кейін. Құрылтайдан. Сен болжамың? Оқжетпес өз алаңда басымырақ ойнайды. Ол кем дегенде 2-3 гол салады, мен ойымша. Оқжетпес ұтады.
Оқжетпес жалпы 4-ші орынға негізі жақсы. Негізі 4-ші орын алса биыл жақсы деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Бірақ кубокта егер Қайсар алып қоятын болса 4-ші орын пайдасы болмай қалатын сияқты. Бұл сияқты емес, жалпы болмай қалады. Ойлаймын Оқжетпес пен Қызылжар 1-1 есебімен. 1-1. Менің ойымша 2-1 болып. 3-1 деп ойлаймын мен Оқжетпес ұтады. Мен де 2-1 болмаса 1-0. Оқжетпес ұтады ма? Оқжетпес. Өз алаңында. Ұтады. Басым бірақ ойнайды ол. Және Қайратпен келесі матч Қайратпен Ертіс. Ой. Енді Ертіс менің ойымша бір енді Қайрат көп күшті жұмсамайтын шығар, бір 2-3 гол салып, менің ойымша. Ойын тағыдан шешіледі дейсің ба? 2-0, 3-0 болмаса 3-1 ма болады. 3-тен көп гол салады ау деп ойлаймын мен. Сол 4 гол салады. 3-0 деп мен де 4-1, 3-1 болады менің ойымша. Солай болады. 1 гол салса Ертіс. Қайратқа менің ойымша көп гол салудың қажеті де жоқ, қазір көп күш жұмсап. Алда. Алтай мен Атырау Өскеменде. Алтай мінезді команда. Атырауда ұтады. Самат Смақов келсе де, кім келсе де оған қарамайды. Алтай ұтады. 2 аутсайдер. 2 гол салады шығар Алтай. 2-1 болады, солай ұтады. Алтай жеңеді деп ойлайсың. Алтай жеңеді деп ойлаймын мен. Мен вообще екеуі де гол салмайтын сияқты. Маған да солай. 0-0 болатын сияқты. Бір тең болатын сияқты менің ойымша. 0-0 немесе 1-1 болатын сияқты. Жетісу Талдықорғанда Қайсарды қабылдайды бүгінгі. Бүгін енді біраз шаршады олар. Қайсар. Қайрат Нұрдәулетов, тем более Талдықорғанда қабылдайтын болса, 2 гол салады сияқты Жетісу. 2-1 болатын сияқты. 1-0 есебімен сол. 2-1. 1-0 есебімен. Жетісу жеңетін сияқты. Жоқ, мен жаңа тең болмаса 1-1, болмаса 2-1 Жетісу. Менің ойымша Қайсар 0-1 есебімен жеңетін сияқты. Қайсар жеңу керек негізінде. Тобыл мен жеңіс. Тобыл мен жеңіс келесі матч. Тобыл өз алаңында ма? Иә. Тобыл өз Қостанайда? Онда жеңіс жеңеді онда. Мен жеңіс жеңеді деп ойлаймын. Иә, оларда кішкене депрессия, адау кетіп қалды. Жоқ, бұл кеткенде емес мәселе. Просто мен бүгінгі жеңістің ойынына көріп айтып жатырмын да. Бапкерге байланысты қандай клуб болсын, ол бапкердің өзінің тактикасы, мотивациясы бөлек та. Ол көріп тұр ойыншылардың қандай дәрежесі, қандай ойын көрсете көріп тұр да. Соған қарай ойыншылар кәдімгідей өзгеріп кеткен, иә. Жеңістің мен осы ойлаймын 23-ші тур бар ғой, көбінесе бір теңмен тең ойнай алатын сияқты. Теңмен тең. Сол үшін мен екеуі де 1-1 есебімен ұтады деп ойлаймын. Ой, теңмен ойнайды. Жеңіс ұтады деп ойлайсың. Мен жеңіс ұтады деп ойлаймын. 2-1 есебімен ұтатын сияқты. Мен 0-2 есебімен жеңіс ұтатын шығар. 0-2 немесе 1-2 есебімен жеңіс ұту керек негізінде. Астана Каспий. Ол енді бұл матчқа баратын шығар мысалы аласы. Енді Астана ұтады. Енді Астана ана ойында теңмен тең ойнап қалды. 22 қазір. Каспийің сен менсінбейсің ау. Мен ойлаймын 2-1 есебімен Астана жеңеді. Менің есебім бойынша бір 4 гол салып тастайтын сияқты. Астана ма? Астана. Тең болады сияқты деп ойлаймын. Екі ойын тең болып қалады сияқты. Екеуі де таласып ойнайтын команда. 2-2 1-1. Астана соңғы ойын тең ойнап қалды, иә? 2-2 1-1 может ойнап қалады шығар. Елімай Ұлытау. Елімай Ұлытау. Елімай өз алаңында Ұлытауды қабылдайтын болса, екеуі де сол айтып тұрмын, осы тур как будто сондай сияқты сезім. Как будто көп гол болмайды ма? Көп гол болмайды, сол теңмен тең ойнайтын сияқты. Елімай мен Ұлытау білмеймін, екеуі тең ойнамайтын шығар енді. 2-1 менің есебім бойынша. Елімай жеңеді деп ойлайсың ба? Елімай жеңеді. 1-0 мен жеңетін сияқты Елімай. 2-0 мен. Және турдың орталық матчы Ақтөбе өз алаңында Шымкенттік Ордабасыны қабылдайды. Сенің ойыңша? Менің ойымша ойын жақсы қарқынды өтеді. Екі команда да мінезді және жақсы ойын көрсетеді деп ойлаймын. Бірақ осы жолы енді сухой демей қойын, мүмкін 3-2 есебімен Ордабасы сол 3 ұпайын өзіне қоржынына қалатын сияқты. 3-2 қылып наурда жүрген жоқсың ба? Ақтөбе қатты дайындалып отыр осы жол. Жанкүйерлерінен шақырғанын көрген шығарсың. Қорықпасаңдар келіңдер деп шақырып жүрген ғой. Барамыз деді ғой. Қорықпағанда да чартерный рейспен барады ғой. Соны айтамын. Оның несіне жасыратын несі бар ол жерде. Шақырмасаң да барайын деп тұр негізі жанкүйерлері.
енді ол өйткені самолет жалдап берсеңіз кім бармайды дейсің ғой, иә. чартер дейсің ғой. Енді мен ойымша ордабасыны 3-0 есебімен жеңетін сияқты Ақтөбе. Өз алаңында аямайын деп тұр осы жолы. Менің ойымша бапкер енді өзінің күшіне еніп алды ғой қазір. Қайсарды ұтып тастады кеше. Көрді. Ол анау бапкер негізі андай екен да, кімнің қандай ойынды қарап отырады екен да, сол ойынға алдын алдан секілмейді екен, дайындалып келмейді екен, иә. Соса деген мықты ойнайды екен, иә, кәдімгі Қайсармен жалғыз өзін шешіп тастады ғой. И Наниді сосын. Нани бірақ осы ертеңгі ойынға негізі ойнаймын екен, ойнамаймын екен. Алдында ойнатады жарып, Ордабасымен тем более ойнатады. Кім бір кісі айтып еді, бір ойын ойнайды, сосын бір ойын жібереді, сосын бір ойын. Енді ертең құрылтай ойнайтын болса, ол біраз уақытқа дейін демалып үлгереді шығар. Ойнайтын шығар. 90 минут ойнап берді ғой, Нани деген 90 минут. 3-0 дейсің ба сен? Мен 3-0 есебімен Мен ойымша тең болатын сияқты, бір 2-2, 1-1. Жоқ, Ақтөбе жеңеді. Мен сосын анау айтқым келіп отқаны анау Техас дейміз ғой енді. Мен анау мен енді футбол көреміз ғой енді, басқа елдің АПЛ-дің клубтарын көреміз ғой. Арт қарап алады да, біз андай не істейді ғой енді. Ал бәле деді ғой. Негізі ол клубқа ренжіген кезде, басшылыққа ренжіген кезде иә, негізі сол мен байкот сияқты ғой негізі. Иә, мен соны айтамын да, мен басшылыққа бір өкпе ренжіштері бар ма деп ойлаймын да, мысалы. Бірақ неде біреу білейік. Мен бірақ соны айтамын да. Чартерный самолетпен мен соны мен дұрыс түсіне алмаймын ба. Мысалы, Ақтөбеде анау жанкүйерлердің арасында көресің да, мысалы, шешім жасайды да, бір-бірлерін не істейді ғой енді, былай итерісіп жатады ғой. Түсінесің да енді, ол кезде. Жоқ, шешім тастау деген ол төбелеске шақырып жатқанын түсінесің да, мысалы. Шешім тастау. Содан кейін мен айтамын да, Ақтөбенің жанкүйерлерімен Шымкенттің жанкүйерлерін салыстыруға келмейді деп айтқаным, осыдан ақ білуге болады деп айтқаным ғой мен. Сонда сенің ойыңша әлі жаңағы Шымкентте жанкүйерлік етуді білмейді деп тұрсың. Енді стильді әлі енді не істеп келе жатыр да, түсініп жатқан жоқ деп айтып жатқаным ғой. Ал Ақтөбе ол өзі кетіп қалғанда оның уровені өтіп кеткен ғой нәрселердің бәрінен. Содан кейін олар айтып жатыр да, біз Ақтөбеге келіңдер, үйретеміз, біз сендерге көрсетеміз ондай нәрселерді. Типа үйретеміз дегендей қылып тұр да. Ол қазір енді төбелеспейді ғой бұрынғыдай. Қазір кім төбелеседі? Просто ол көрсетейін деп жатыр да саған. Қалай жанкүйерлік болады? Ол жерде мысалға Ақтөбенің төбелесетіндей үлкен музыктар ғой, төбелесуге де келмейді. Жоқ, баннерге қарап айтып отырмын да. Техастың несін көргенмін мен. Қасына да барып көргенмін. Студент балалар дейсің ғой, мектеп оқитын балалар. Үлкен нелер жоқ. Ақтөбенікіндей сияқты емес. Ақтөбенің түрлерінен адам қорқатын болельщиктер бар. Соны айтамын ғой. Почему-то жаңағыдай кім сен айтып жатқандай артқа қарап несең, олар енді матчтың аяғына қарай емес. Жоқ, ортасында да, басында да ұра береді. Бірінші таймның аяқ жағына қарай келеді ғой. Бірінші таймның аяқ жағы, екінші таймның аяқ жағына қарай кеткен кезде, егер Ордабасы жеңіп жатқан жағдайда, олар артқа қарайды. Ол мен мынандай логикамен қабылдайтын типа мен байқадым соны. Мен айтып отырмын ғой, қаншама матчтарды қараймын, ол Астана аренаға да келді ғой онда. Сол кезде де көрдім. Мен сол кезде ойлап қалдым. Егер басшылыққа деген бір реніш бар ма деп. Мен айтамын, қалай ренжисің? Сен Ордабасы дегенді көтеріп отқан жоқпын қаншама деп. Сен қалай ренжисің? Жоқ, кішкене істеген кезде де енді сенің арқанда енді комментарий обязательно жазады, біреу шығады, түсіндіріп айтады, сол көрейік не екен, не үшін істей. Мен енді ғана ойланып қалдым. Негізі мен өзім жаңа айтып отырмын, сендерге ойым, олар типа вот сендер ұтылып жатсыңдар уже деген сияқты, примерно ойнап жатыр, мына жақ қарсылас команда ұтылып жатсыңдар, онау позор көргіміз келмейді деп типа солай істеді деп ойлап жүрмін. Мен осы уақытқа дейін солай ойлап келдім. Жоқ, негізі алдында Қайрат жанкүйерлері солай жасаған негізінде, артқа қарап бір басшылыққа бір қарсылық жасады да, сол осыдан неше жыл бұрын, 5-6 жыл бұрын ба, есімде жоқ қазір. Солай жасаған, артқа қарап тұрады да, көргісі келмейді деген сияқты ғой, андай болмаса, қалай айтсам екен енді. Байкот. Бұндай нәрсені көргенше көрмей қойған дұрыс деген сияқты ғой, былай айтқанда. Сондай жест қой неге былай айтқанда. Ал сен оны каждый матчқа жасай бересің. Сонда мен де ойында ойланам ғой, мен енді бүйтіп масқара болғанша бүйтіп болмай қойған жақсы деген сияқты. Осы жерде тоқтатайық. Сол мен өзім түсінбей жатырмын да соны. Алдында эксперт ретінде бәр нәрсені көре береді екенсіз. Жарайды, осы жерден тоқтатайық енді. Артық кетіп баратынбыз.
Ай, Димашқа Болма, дұрыс айтатын. түсіндіріңдерші біреулер. Не үшін сендер өйтіп істейді екенсіңдер? Бұл Иә. көріп жүр екен. Каждый матчта неменеге артқа қарап сейілгендей бересіңдер дейді. Иә, мүмкін жекесіне жазып жібересіңдер десе. Иә. Жарайды. Обязательно жазады. Иә, осымен аяқтайық. Бізбен болған соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алғысымыз шексіз. Видео ұнаса лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойып, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ой, пікірлеріңізді жазыңыздар. Пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар, бөлісіңіздер. Келесі подкасттарда жүздескенше сау саламат болыңыздар.